Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Менің есімім Өмірбаева Әсем, мен Алау проектісінің негізін қалаушы болам, BIC компаниясының топ лидерімін. Көпшіліктің сұрауы бойынша осы соңғы адам тіркеу әдісі жайлы сіздерге көрсетіп өтсем деп едім. Жаңа сәл ғана бізде өзгешеліктер енгізілді, иә. Менде BIC-дің жалпы сайты алдын ала экранда шығарылып тұр. Міне басып қалсам, бірден сол жақта адамның суретін көресіздер. Вход және регистрация деп тұрады. Вход деген жерге кіресіздер, ол жерде сіздің өзіңіздің жеке кабинетіңіз болады, иә. Қазір бізге не керек? Қазір бізге регистрация керек. Регистрацияны бастақ, бірден осындай формаға түсеміз. Мына форманы біз міндетті түрде толтыруымыз керек. Фамилия, аты, отчествосы. Мына жердегі дайын тұрған нені өшіріп, қайтадан ол адамның өзінің нақты туған күнін жазамыз. Ары қарай, мына жерде выберите округ России деген ол бізге қазір қажеті жоқ, Қазақстанда тіркелгендіктен ол пункт тек қана Россия, Москвадан адам тіркесеңіздер ғана қажет болады. Сондықтан келесі пунктте жаңағы ашық тұрған графаға түсеміз. Бұл пунктте бізде номер спонсора деп жазылып тұр, яғни бұл жерге кімді жазасыз? Сіздің тіркегел жатқан адамыңыз кімнің астынан түсу керек, иә? Қай адамға тіркегел жатырсыз, міндетті түрде сол адам бұл жерде жазылуы керек. Міне, номерін алсаңыз, логинін, ол адамның аты жөні шығады. Біз Салтанаттың артына тіркеп жатырмыз деген сөз. Пол женский, міндетті түрде. Почтовый индекс, мен Алматы қаласы бойынша алам, 0500. Страна бізде әрине Қазақстан. Федеральный округқа тиіспейміз. Федеральный округ ол тек Москваға ғана керек нәрсе. Алматыны жазамыз. Улица бізде қазір микрорайон Айгерім, улица Байтенова 11. Енді қараңыздар, келесі номер пригласившего деген жерде сіздер өзіңізді жазасыздар. Яғни шақырған именно бұл адамды сіз шақырып тұрсаңыз, сіз өзіңізді жазасыз. Егер жаңа мысалға Салтанат шақырса, онда міндетті түрде Салтанатты жазасыз. Жалпы осы жерде бір кішкене ескерту айта кетсем, иә, жалпы біліп жүрсеңіздер, егер де сіз жаңа ғана тіркелген новичок болсаңыз, ең алғаш рет келіп адамды тіркеп жатсаңыз, онда міндетті түрде сіз өзіңізге ветка ашып жатырмын деген сөз жаңадан, иә. Ол кезде мына жоғарыдағы номер спонсорада да сіздің логиніңіз тұрады, және номер пригласившего деген жерде де сіздің номеріңіз тұрады, логиніңіз. Егер де келесі адамды тіркеу керек болып жатса, мысалға тағы да Айжан деген қызды тіркейтін болсақ, онда біз номер спонсора деген жерге уже алдыңғы тіркеген адамыңыздың номерін жазасыз, өйткені сол адамның артынан жаңағы Айжан деген қызды тіркеуіңіз керек. Ал номер пригласившего ол үнемі өзіңізді жазып отырасыз, өйткені сіздер білесіздер, бізде ай сайын компания әртүрлі акциялар жасап жатыр. Мысалға қазір осы айда сіз адам тіркеп, адамыңыз 100 балл жасаса, сіз тіркеген партнеріңіз, әрбір тіркеген 2 адамыңыз үшін бір брендированный кружка аласыз. Келесі айда тағы да, одан кейінгі ай тағы да осындай подаркілер алып отыруға сізде өте үлкен мүмкіндік бар. Келесі мына жерге біз телефон номерін жазамыз, 7076. Және де әрине почтовый индекс. Гүлнара, нижний пробел. Ибрагимова. Тағы да нижний пробел. 63. Собачка. mail.ru. Ең соңында бір рет жақсылап тексеріп аласыздар, қате кетпеу керек. Және де мына жерде я прочитал, договор присоединения деген сөз бар. Я, мен оны оқыдым және келісемін деген сөз. Соны басқан кезде зарегистрироваться деген сөз шығады. Міне барлығы дұрыс болса, біз не істейміз? Я, зарегистрироваться деген сөзді басатын боламыз. Ары қарай міндетті түрде компания сіздерге ол адамның логині мен паролін жібереді, бірақ ары қарай код активациясы ол міндетті түрде осы адамның өзінің жаңағы телефон номеріне баратын болады.
Бұдан кейін біз келесі қалай кабинетті активация жасауымыз керек деген жаңағы видеоны мына партнеріңіздің жекесіне жіберу арқылы келесі шаг, яғни жеке кабинетіңізді активация жасауға кеңес беремін деп жұмысты ары қарай жекеде жалғастыратын боласыздар. Болды, рахмет.